достар, сіздермен әлем ғажайыптар анасы. Бүгінгі видеода мен Неймар да Силва Сантос Джуниор туралы айтатын боламын. 1992 жылы 5 ақпанда дүниеге келген. Пари Сен-Жермен футбол клубының құрамында өнер көрсетеді. Неймар зергерлік бұйымдарды сатушы Неймар Сантос пен Нади Сантос отбасында дүниеге келген. Неймар өзінің спорттық мансабын Сантос клубының сапында бастады. Ол өте жас кезінен бастап Манчестер Сити, Реал Мадрид, Арсенал, Барселона, Челси және Милан сияқты клубтардың назарын аудартты. Ол тіпті 12 жасында Реал Мадрид академиясының құрамында өнер көрсеткен. Бірақ туған жеріне деген сағынышы әсерінен Бразилияға оралады. 2008 жылы Неймар Сантос футбол клубымен 2014 жылға дейін келісім-шартқа отырады. 2009 жылы 7 наурызда ол алғаш рет Сантос құрамында Маурисио Молинаны ауыстырып дебют жасайды. Ал бір аптадан кейін Можимин қақпасына негізгі құрамдағы алғашқы голын соғады. 2011 жылдың жазында Неймар мен Челси, Ювентус, Мадридтік Реал, Барселона және Анжи қызыға бастайды. 27 шілдеде Неймар Фламенgoмен ойында 2 доп соғады. Бір допты ол қорғаныстың барлығын алдап өтіп салады. Бұл голы үшін шабуылшы Пушкаш сыйлығын алады. 2011 жылдың 9 қарашасында Неймар Сантоспен жаңа келісімге қол қояды. Сол жылы ол ел чемпионатының Оңтүстік Американың үздік ойыншысы атанады және FIFA алтын добының үміткерлері қатарында болады. 2012 жылдың 9 ақпанда Неймар Палмейраспен ойында 2 гол соғып әлемдік деңгейде 100-ші голын соғады. Міне достар, бүгінгі видео әлемдегі ең атақты 3-ші орында тұрған Неймар туралы болды. Егер де видеоны ұнаса лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңыраушаны басыңыз. Келесі кездескенше.